Сәлем достар, бүгін мен сіздермен красный бархаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін мен каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен барлық құрғақ ингредиенттарымызды бір-бірімен біріктіріп, араластырып дайындап аламыз. Қанша мөлшерде қажет екен мен сіздерге описание бөлімінен барлығын жазып кететін боламын. Ал енді бөлме температурасындағы сары майымызды қантпен жоғарғы жылдамдықта миксерлеп аламыз. Жеңіл массаға айналу керек. Содан соң осылай 3 тал жұмыртқамызды бір-бір талдан асықпай миксерлейтін боламыз 1-2 минуттан. Миксердің жылдамдығына да бұл жерде маңызды және байланысты болып келеді. Маған негізі 1-2 минут жеткілікті болды әр жұмыртқама. Дәл осы менің видеодамығыдай масса пайда болу керек сіздерде. Міне барлық жұмыртқамды қосып, миксерлеп біткеннен кейін сұйық майымды және бөлме температурасындағы сүтімді қосып, тағы да біріктіретін боламын. Содан соң жаңағы құрғақ ингредиенттарымызды араластырып, осы массамызға қосып, ең бірінші қасықпен араластырып алатын боламыз, онымыз шашырап кетпес үшін. Содан соң барлығы біріккенше 1-2 минут тағы да миксерлейсіздер. Бұл массамыз дайын болып қалған кезде микротолқын пештеріңізді 200 градуста қыздырып алуларыңыз қажет. Жақсы қызған 250 градустағы микротолқын пешімізде пісіретін боламыз 50 минут. Міне менің осындай 18 миллилитрлік диаметріндағы формама құйып пісіріп алдым. Және менің бисквитім өте жақсы көтеріліп, 4 бисквит шықты менде. Ал енді мен бисквитім піскенше, енді менің өте қатты ұнайтын кремімді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сливки, содан соң қантымызды қосып миксерлейміз. Содан соң осындай творожный сыр аласыздар. Және осыны да бірге миксерлейтін боласыздар. Бұған бір 7-8 минут кетті менде. Жақсылап миксерлеп біткеннен кейін осындай қоюырақ масса пайда болады сіздерде. Ал енді мен бисквиттарымды барлығын бөліп, және шетіндегі бөліктерін алып, үгітіп алдым оны. Және осы 4 қоржымда осылай кезек-кезек тортымды жинадым. Дәл осы видеодағыдай жасайсыздар. Содан соң стабилизацияға 1 күнге қойып қойсаңыздар болады. Міне тортымды осылай әдемілеп, шет-шетіне кремімді жағып, және жаңағы айтып кеткен үгітілген крошкаларымды осылай әсемдеп шықтым. Сіздерде қалауларыңыз болса бойынша әсемдесеңіздер болады, немесе жеміс-жидекті қолдансаңыздар болады. Бірақ менің ойымша красный бархаттың әсемдеуі осымен ерекшеленеді, өзінің крошкасымен. Міне тортымды осылай әсемдедім, және тортым дайын болып қалды. Сіздерде міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындаңыздар, еш өкінбейсіздер. Дәмі өте керемет болып шықты. Менің осы видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Сәкенова, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.